шақ заттан тұратын чак-чакты қалай дайындау керек екенін көрсетемін. Бар болғаны 2 жұмыртқа, және де 1,5 стакан ұн қажет. Үшіншісі ол сгущенка, қоюлатылған сүт. Осылай екеуін араластырып аламыз. 1,5 стакан ұн мен жұмыртқаны. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Жұмсартылған қанған қамырымызды өте жұқа қылып жаямыз. Жұқа қылып жайылған қамырымызды 4 бұрышты қылып кесеміз. Дайын болған қамырларымызды сұйық майға қуырып аламыз. Олардың көлемі 2 есе өседі.